Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның басты кейіпкері Нострадамус. Нострадамус осыдан 500 жыл бұрын Францияда дүниеге келген. Ол жастайынан медицинаға қызығып, университетке оқуға түседі. Ол сонда диссертация қорғап, танымал дәрігер болған. Қожа Ахмет Яссауи өмірінің соңғы кездерін қылуетте өткізген еді. Сол секілді Нострадамус та бүкіл атақтан, ақшадан бас тартып, алыс ауылға келіп өмір сүреді. Ол осында ғылыми еңбектер жазып, болашаққа болжам жасайды. Және бір ерекшелігі, оның болжамдары арада бірнеше ғасыр өтсе де, әлі күнге дейін дәл шығып, халықты таң қалдырып келеді. Біз бүгінгі видеода оның қазіргі заманға жасаған болжамдарына тоқталатын боламыз. Нострадамус 3797 жылға дейін болжамдар жасаған екен. Яғни 3797 жылға дейін ақыр заман болмайды, бірақ адамзат көптеген қиындықтарды бастан кешеді делінген. Ол көптеген болжамдарын тұспалдап жазған. Ғалымдар оның біразының мағынасын ашты. Мысалы, Нострадамус Совет одағы құлайтынын дәл тапқан екен. 20 ғасыр соңында қазан айында үлкен ауысу болады, және жер әдеттегі қозғалысын өзгертіп, қараңғылыққа сіңіп кеткендей болып көрінеді. Осыдан кейін көктемде үздіксіз революциялар мен билік ауысуы болады. Жаңа Вавилония пайда болады. Вавилония өз халқын қырып жоятын сұмдық жаратылыс, және ол 70 жылдан астам салтанат құрады. Расында да Совет одағы өз халқын аяусыз қырған империя болып, ақыры соңында күйреп тынды. Біз бүгін сіздерге оның 2024 жылдан кейінгі 5 болжамын айтамыз. Нострадамус өзінің пророчество атты еңбегінде болашақта теңіздердегі судың температурасы жоғары болатыны соншалық, онда өмір сүретін балықтар жартылай піскен болады деп жазды. Сонымен қатар, Нострадамус өз жазбаларында библиялық пропорциядағы су тасқынын да атап өтті. Мұнда ол теңіздерді қазанда қайнап тұрған суға теңейді. Қайнап тұрған сулар қазанның ернеуінен асып төгіледі. Бұрын оны адамдар тозақтағы ауыр жазаға теңеген еді. Яғни тозақта күнәһар адамдарды ыстық суға салып қинайды деп есептеді. Бірақ қазіргі ғалымдар Нострадамус айтқан қайнап тұрған теңіздер мен Інжіл су тасқындарын ғаламдық жылынуға теңеп отыр. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қазір жер планетасында ауа температурасы жылдан жылға көтеріліп келеді. Осының кесірінен Арктика мен Антарктидадағы жағдай ауырлады. Бірнеше мың жылдық бойы ерімеген мұздықтар әсіресе 21 ғасырда жоғары жылдамдықпен еріп жатыр. Қазір Антарктида бұрынғыдай қатты суық емес. Осында кемемен келген зерттеушілер мұздықтардың қалқып жүргенін көреді. Ақ аю, пингвин, итбалық дегендер де соңғы жылдары көп өліп жатыр. Бұның бәрі адамдардың табиғат анаға көп зиян келтіруінен болуда. Ғаламдық жылынуға жер бетінде түрлі зауыттардың көбейіп, атмосфераға орасан зор мөлшерде көмірқышқыл газын бөліп жатыр. Тіпті қазір жер бетінде адамдардан машиналардың саны көбейіп кетті десек те болады. Үлкен қалаларда көлік кептелісінен аяқ алып жүру мүмкін емес. Және осы көліктердің бәрі де көмірқышқыл газын аяусыз бөледі. Ең сорақысы, ғарышқа ракетаны көп ұшырып жатырмыз. Ғарышқа ракета ұшқан сайын озон қабаты тесіліп, жерге радиациялық сәулелер төгіледі. Озон қабаты деген жерді орғап тұрған атмосфераның бір қабаты. Адамдар оның да быт-шытын шығарды. Әсіресе Байқоңыр жақтан ракеталар ұша беріп, Қызылорданың жері экологиялық аймаққа айналды. Және де қазір әлемде түрлі соғыстар болып жатыр. Соғыс болған аймақтарда бомбалар жарылып, снарядтар ұшып жатыр. Бұлар да ауаны қатты ластайды. Міне, адамдардың ашкөздігі мен жауыздығының кесірінен планета қатты зардап шегіп, бұның соңы ғаламдық жылынуға келуде. Егер планета қатты ысып кетсе, бүкіл мұздықтар еріп, жерді топан су басып қалады. Және бұл топан сулар өте ыстық болады. Адамдар тірідей ыстық суға қақталып, Нострадамус айтқан жартылай піскен балықтарға айналады. Және де Нострадамус ғаламдық жылынудан бөлек, жер бетінде түрлі табиғи апаттар болатынын да айтты. Жыл сайын өрт, жер сілкінісі, жанартау атқылауы, қар көшкіні, дауыл, құрғақшылық, құйын және басқа да табиғи апаттардың саны артады. Нострадамус бұл жағдай экономикалық жүйенің бұзылуына, жұмыссыздыққа және аштыққа әкелетінін жазды. Айта кетейік, бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы байбалам салып жатыр.
Әлемдік көшбасшылар проблеманы шешіп, өзгерістерді тоқтата алмаса, планета толық хаосқа ұшырауы мүмкін дейді Біріккен ұлттар ұйымының климатқа жауапты басшысы Патрисия Эспиноза. Сондықтан да адамзат табиғат анаға жанашырлықпен қарап, бір-бірімен жарысып, бір-бірімен соғысуды қою керек. Нострадамус 21 ғасырдың басында геосаяси аренада көптеген оқыс жағдайлар орын алатынында болжаған. Қызыл жау қорқыныштан бозарып, ұлы мұхитқа үрей тастайды дейді көріпкел. Саясаткерлер қызыл жау деп Қытайды меңзеп отыр деп айтады. Қызыл жау қорқыныштан бозарады деп Қытайдың Тайваньға деген көзқарасын айтуы мүмкін. Себебі Қытай қазір Тайвань елінен айырылып қаламыз ба деп қорқып, бүкіл әскерін мұхитқа жинап жатыр. Олар Тайвань үшін ақшпен соғысуға әзір екендерін көрсетті. ақш пен Қытай соғысса жағдайымыз не болады деп басқа мемлекеттер қатты қорқып отырғанын айта кету керек. Қазір әлемде 3 әскери держава бар. Олар ақш, Қытай және Ресей. Қазір осы 3 мемлекеттің бастары тыныш болмай тұр. Ресей өз бауырымен соғысып жатса, оған ақш бастаған Еуропа елдері қару-жарақпен көмектесіп жатыр. Ал Ресейге Солтүстік Корея, Иран секілді елдер қол ұшын созуда. Ал Қытай әліптің артын бағып отыр. Араб елдері де Израиль елімен соғысып әуреге түсіп отыр. Яғни қазір әлем тыныш болмай тұр. Нострадамус осының соңы 3-ші дүниежүзілік соғысқа апаруы мүмкін дейді. Олардың үшеуін көп ұзатпай антихрист құртады. Оның соғысы 27 жылға созылады. Діншілер өлді, тұтқындар қуылды. Хан адам денесі, қызыл су, жер сәлемі деп жырлатып жазған екен көріпкел. Яғни үшеуі деп 3 державаны айтып отыр. Және оның үшеуі де құрып кетеді дейді. Яғни ғалым Эйнштейннің айтқаны дәл келіп тұр. 3-ші дүниежүзілік соғыстан кейін 4-ші дүниежүзілік соғысты адамдар таяқпен өткізеді деп айтып еді. Яғни 3-ші дүниежүзілік соғыстан соң адамзат жер бетінен жойылып кетуі әбден мүмкін. Ол алдағы уақытта Ресейді ұзақ жауын-шашынды маусым күтіп тұр. Бұл оның солтүстік бөлігіне әсер етеді дейді. Дегенмен басқа мемлекеттер оны қолдайды. Ақыры бәрі жақсы аяқталады. Нострадамус сонымен қатар Ресей жаңа одақтастар тауып, Қытаймен қарым-қатынасын нығайтады деп болжаған. Яғни Ресейді көршілері қолдайды екен. Біздіңше Ресейді әсіресе Қазақстан қатты қолдап жатыр. Егер Қазақстан болмағанда дәл қазіргі санкцияның астында қалған Ресейдің жағдайы қиын болар еді. Ресей азаматтары мобилизация кезде Қазақстанға келіп құжаттар жасап, жан сауға алады. Кәсіпкерлері де Қазақстанға келіп өз кәсіптерін тіркеп жұмыс істеп жатыр. Қазақстан осылайша Ресейді қиын жағдайда жалғыз қалдырмай достық пейілін танытты. Және Ресейдің жерінен керемет бір қазба байлық табылады. Бұл байлық әлемнің басқа ешбір елінде жоқ болған соң, әлемде Ресейге қызығушылық оянады. Бұл рас болуы мүмкін. Себебі Сібір жері өте бай. Сібірде орман көп. Және оның асты тұнған байлық. Бүкіл әлем елдері Сібірге көз тігіп отыр. Ресейдің де держава болып отырған себебі осы табиғи ресурсы өте мол Сібірді басқарып отырғандығында. Мысалы, егер Сібір Қазақстанның жері болса, Қазақстан әлемдегі ең бай мемлекеттің бірі болар еді. Нострадамус Еуропаға жаңа басшы келетінін болжаған екен. Ол ораторлық шеберлікке ие болады. Оның соңынан қалың топ ереді. Жаңа жас басшы саяси қозғалысты басқарады. Біздіңше Нострадамус айтқан жаңа лидер ол Франция президенті Макрон. Макрон қазір әлемде қақтығыстар көбейген кезде бүкіл Еуропаның атынан сөйлеп жүр десек болады. Макрон Еуропа президенттерінің арасынан суырылып шығып, Ресей президенті Путинмен де кездесіп, онымен емін еркін сөйлесіп жатыр. Әйтпесе Путин жанына ешкімді жолатпайтын еді. Және Макрон Қазақстанға да келіп кетті. Бұның бәрі бекер емес. Макрон бүкіл әлем елдерінің басшыларымен келіссөздер жүргізіп, 3-ші дүниежүзілік соғысты болдырмауға күш салуда. Және жақында ғана Макронның елі Олимпиада өткізді. Олимпиаданы жоғары деңгейде өткізіп, әлем алдында абырой жинады. Нострадамус 2026 жылы ұзаққа созылған қақтығыстардан кейін билікке жаңа билеуші келеді. Ол тәртіп орнатып, қоғамда тұрақтылық сезімін қалпына келтіреді. Әңгіме қай ел екені белгісіз. Дегенмен әлемде тыныштық ұзаққа бармайды. 2027 жылы бүкіл халықтың 5-тен 1-ін басқаратын жаңа диктатор пайда болады.
Бұл адам Үндістанда немесе Қытайда дүниеге келуі мүмкін. Нострадамус өз болжамдарында жерге астероид құлайтынын жазып кеткен. Осының салдарынан көптеген адамдар өледі дейді. Бірақ оның қашан болатыны белгісіз, бірақ болашақта аспаннан үлкен оттың түсетіні сөзсіз делінген. Сарапшылар көріпкелдің сөзін басқаша түсіндіреді. Яғни жерге астероид емес, майда-майда тас, құм қиыршықтары аралас жаңбыр көп жауады дейді. Соның кесірінен жерде түрлік апаттар болып, далалы жерде тұратын адамдар қашатын жер таппайды. Ғалымдар жерге жауатын майда тастарды ғарыштағы қоқыстар деп болжайды. Бір қызығы, өткен жылдың басында бір алып астероид жерге ықтимал қауіпті жақын жерде болды. Ғалымдар оның жермен соқтығысуы мүмкін деп қорықты. Бірақ Құдайдың құдіретімен астероид жерден алыс жерге ұшып кетті. Сонымен қатар, ғалымдар болашақта біздің планетаның аспан денелерімен басқа да кездесулерді бастан кешіру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Яғни басқа ғаламшарлықтармен кездесіп, тәжірибе алмасатын күнде алыс емес. Бұл туралы NASA ғалымдары адамдар шамамен 100 жылдан соң жат планеталықтармен сөйлесе алады. Бұл фантастика емес деп тұжырым жасады. Расында да адамдар бұл ғаламшарда жалғыз емес. Жерден бөлек 18 мың ғалам бар екенін ұмытпау керек. Бұл туралы ислам дінінде де айтылған. Яғни жер деген шаңның тозаңындай ғана жерден бөлек миллиондаған планеталар бар. Және оның көбісінде тіршілік болуы әбден мүмкін. Егер адамдар жат планеталықтармен тәжірибе алмасса, адамдар дамудың жаңа сатысына түсіп, жаңа қабілеттері ашылуы мүмкін. Мысалы, адамдар тамақ ішпей өмір сүре алады, ұша алады, тонна заттарды оңай көтере алады, бір жерден екінші жерге 1 секундта бара алатын қабілетке ие болуы мүмкін. Себебі ғалымдардың зерттеуі бойынша қазір адамның миының 3-4% ғана жұмыс істейді екен. Егер адамның миының 40-50% жұмыс істесе, онда адам өзі елестете алмайтын күшке ие болады делінеді. Жалпы Нострадамус кезінде, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапонияның 2 қаласына бомба тасталатынын да болжап кеткен. Қақпаларда және 2 қалада бұрын-соңды болмаған індет болады. Обадағы аштық, адамдар темірден жойылды деп жазады. Адамдар темірден жойылды деп бомбаны меңзеген болуы мүмкін. Шынымен де ақш Жапонияның 2 қаласына бомба тастаған соң, қаланың бүкіл халқы қынадай қырылып қалды. Және де ол фюрердің билікке келетінін, ақш президентінің кісі қолынан өлетінін де дәл тапты. Құрметті көрермендер, не де болса тек Аллаға сеніп, Алладан медет тілейік. Ал көріпкелдердің айтқаны жай ғана сәйкестік болуы әбден мүмкін. Сондықтан да алдағы күнге тек жақсы ниетпен қарап, адамгершіліктен айырылмауымыз керек.